Бүгін Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметтері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облыстық департаменті онлайн режимде азаматтарды қабылдау жұмысын іске қосты. Онда өңіріміздің шалғай мекендеріне және өзге де облыстан жеке тұлғалар хабарласып, өз өтініштеріне жүйелі түрде жауап алды. Алғаш жүзеге асырылып отырған шоу барысы қарқынды, өркениет өрлеп, ғылымның жаһандану заманында бұл зор мүмкіндік болып отыр. Енді еліміздің қай аумағынан болсын ғаламтор жүйесіндегі Skype бағдарламасы аясында кез келген азамат өзінің көкейіндегі сұрақтарын жауапты тұлғаларға жеткізе алады. Қабылдау уақыты әр аптаның сәрсенбісінде 15:00-ден 16:00-ге дейін жалғасатын болады. Яғни мемлекеттік қызметтегі сыбайластық пен қылмыстық іс-әрекеттердің алдын алу үшін департамент қызметкерлеріне мол мүмкіндік ашылып отыр. Ендігі мәселе заманауи қондырғыларды түгендеп, нәтижеге қарай заңды түрде бекіту ғана болып тұр. Біздің жаңағы аккаунт арқылы, жаңағы интернет жүйесі арқылы анонс жүргіздік. Жаңағы көбінше көрдіңіздер, жас мамандар, жас азамат пен азаматшалар хабарласып отқан. Себебі олардың бәрі жаңағы осы интернетте көп қарап отырғандықтан соның бәрін көріп бізге хабарласып отыр. Жалпы тұрғындарға біз енді жаңағы айтып отырмын, осы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да сондай жаңағы объявление беріп, анонс беріп